Қайырлы күн, 6 сынып оқушылары. Бүгін міне бөлім бойынша бақылау жұмысын жазамыз. 4 тоқсанның қорытындысы шығарылатын болады. Бұл бөліміміздің атауы мәтіндік құжатпен жұмыс. Осы тоқсанда біз мәтіндік құжатта сілтемелер, гиперсілтемелер қойып үйрендік. Сілтемелердің әр түрлері болады, элементтер топтары болды. Және сондай-ақ авторлық құқық пен плагиат ұғымдарын түсіндік. Алдымен сендер аты жөндеріңді толық жазуларың керек, сыныптарыңда жанына жазуларың керек. Келесі сұрақта міне сілтемелер, яғни ссылки мәзірі мен гиперсілтемелердің басты айырмашылықтарын жазыңыздар. Сілтемелер олар бір бөлек, ссылки деген мәзір бар, оның ішіне мазмұн, сноски деген сияқты бөлімдері бар. Ал гиперсілтемелер қалай қойылады және ол қойылғаннан кейін қандай қызметтер атқарады? Сол сияқты өзінің айырмашылықтарын жазасыздар. Келесі сілтемелер, яғни ссылки мәзірінде бар элементтер тобын, яғни бөлімдерді белгілеңіз. Ссылки мәзірінде біз Word-та кіріп көрдік, ол жерде 6 элемент тобы болды. Мұнда бірнеше нұсқаны белгілейсіздер, өйткені 6 элемент тобы. Мұнда бірнеше дұрыс жауапты белгілегеннен кейін келесі сұрақта төмендегі сілтемеде қай элемент тобы арқылы жасалған? Міне сілтеме қайсысы бұл жерде? Төменде көрсетіліп тұр, 2 даналық 3 және сондай сөздер мынау сөйлемнің ішінде де бар. Бұндай сілтеме қайсы түріне жататын еді? Оқисыздар, біреуін белгілейсіздер. Гиперсілтеме қосу сұхбат терезесін, яғни вставка гиперссылки терезесі бар бізде, соны ашудың бір жолын жазыңыз. Мен сіздерге 3 жолын айтқан болатын. Соның бір жолын жазсаңыздар жетеді. Мұнда мысал берілген: оқушы үй жұмысына ойын бағдарламалау ортасында, яғни скретчте, 2 спрайтты қолданып скрипт құрды дейді. Бірінші спрайт үшін скрипт командаларын интернеттен алған, ал екіншісін өзі құрған. Бірақ апайға барып, мұғалімге барып, толыққанды екеуінде өзім жасадым деп айтады. Осы жерде оқушы плагиат жасады ма? Және қандай құқық бұзушылық болғандығы туралы мұнда өздерінің жауаптарын жазасыңдар. Барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін мұнда 5 сұрақ, жалпы 9 балл бар. Отправить кнопкасын басасыздар, маған жауаптарыңыз келіп түседі, мен тексеріп кейін балдарын айтамын. Жақсы, сәттілік, сау болыңыздар.